жасмин маскасы. Мына жерде әрине барлығы корей тілінде. Қыздардың барлығы осы қазір мата маскалармен қолданады деп келесі менде мына бұл сыйлық көрініп тұр ма жоқ па білмеймін, бірақ артында Farmstay компаниясының маскасы. Мен әдетте қолданатын және де мынау қолға арналған крем. Бұл креммен мен қолданамын деп ойлаймын, бірақ мынау жуынуға арналған компаниясының, Экель компаниясының жуынуға арналған пенкасы сияқты. Бұл мен әлі қолданып көрген жоқпын, бірақ маған келмейтін сияқты. Менің ойлауым бойынша көрерміз. Мынау жерде негізгі күтімге арналған менде нәрселер. Ол жаңағы бет терісін тазартуға арналған шербет, әсіресе макияж, демакияжға арналған клинзинг балм. Барлығы корей тілінде. Бұл ашып көрейін ба жоқ па. Қатты дауысы шығады демекен. Бұл жерде Black Rice Cleansing Balm дейді. Мен кеше қолданып көрдім кешкілік. Былай қарағанда крем тәріздес болып тұрады, мындай шербет сияқты. Қолға былай алақанына алып уқалай бастағанда және де теріге жаққан кезде май сияқты болады. Тура жаңағы гидрофильді майлар, соның консистенциясына ұқсайды. Бірақ демакияжға өте жақсы келеді бұл зат. Содан кейін екінші жаңағы этапында корей күтіміне пенка, жаңағы көпіршіктелген. Содан кейін тонер. Бұл жерде менде All Clean компаниясының тонері. All Clean. Бұл компанияның да шербеттері бар, бірақ мен күтімді алған кезде әрқашанда бір компаниясының сериясынан алмаймын, әртүрлі сериясынан алам. Тер